Алаш мешіттері Семейдің Алаш қаласы бөлігіндегі мешіттердің атауы. Бұл Тінібай, Жоламан және Тас мешіттері. Семей қаласының 1917 жылы 2-ші жалпы қазақ съезінің қаулысымен Алаш автономиясының астанасы болып жарияланған Алаш қаласында орналасып, мұнда Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш зиялылары сан рет бас қосып, Аллаға құлшылық жасаған. Тінібай мешітін Семей өңірінен Меккеге қажылыққа ертеде барғандардың бірі 19 ғасырдың бірінші жартысында Уақ болысында старшын болған Тінібай Қаукенұлы салдырған еді. Тінібай Құнанбайдың туған құдасы, ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында да суреттеледі. Келесі Жоламан мешітін салдырған Терістаңбалы болысының старшыны Жоламан Жандарбек. Бұл мешіт 1841 жылы салынған. Ал Алаш қаласындағы Тас мешіт 1917 жылдың басында ашылған. Бұл мешіттердің Алаш қаласындағы рухани мәдени дамуға үлес қосқаны сөзсіз.